Маған да қызық болды, себебі қылышы қандай болады екен, кеспей ме екен, Қылышбаздық біздерде де бар ма екен? укол қылу керек, қадау керек. Кім қыз деп жатырмыз да? Зайнап Дайбекова спортшы. Қыз бала 18-ге толды ма тұрмысқа шығу керек. Не қылады, спортын не қылады. Өмірде мотивацияны қалай ұстайсыз? Оның тактикасы бар, сенің тактикаң бар. Бір нәрсенің басын ұстадым ба, ақырына дейін жеткізбей қоймаймын. Қалай соны не нәрсеге даярланып жатырсыз? Сен егер одан көбірек тренировка істеген болсаң, сен 15-ші очконы ала аласың. Зайнап Дайбековадай болып машина ұтып аласаң. Президенттің қызымын десем де адаспаймын. Кішкене Зайнап үшін ол үлкен арзу еді. Хамиге сәлем, бұл күнде лайк подкасты, ал мен Перизат Аяпбергенова. Бүгін көптен бері күтілмеген меймандарымыздың бірі спортшы қызларымыз, яғни еліміздің даңқын, байрағын көклерге, жаһан ареналарында көтеріп жүрген біздердің белсендіміз, һәм мақтанышымыз Зайнап Дайбекова. Қош келіпсіз. Ассалаумағалейкум. Күндер қандай өтіп жатыр? Өткенде сізбенен сөйлескенімізде ұшыраса алмай қалдық. Бір мәрте, екі мәрте, негізі 3-4 ай алдын көрісіміз керек еді сізбенен. Ал бұл рет несіп еткен екен. Дидар несіп. Және бір мәрте қош келіпсіз дейміз. Бүгін подкастымыз сізбенен ажайып һәм мазмұнлы болуына сенеміз. Себебі көп қызлар қызығады. Сіз жетіскелікке жетісіп басылған кездерден басылап, һәмме ата-аналар Зайнап Дайбековадай қылышбаз бол қызым, қылышбазылыққа тапсыр деп, һәмме сол жетіскелігіңізге, сондай бір мақтанышлы үмітіңізге қарап спортқа бара басылады да. Сол бір спортқа. Ал енді біз білгіміз келеді, Зайнап Дайбекова өзі қаяқта туылған, нешінші жыл, қаяқтың қызы, ал ондан кейін спортқа көшеміз. Мен Зайнап Дайбекова, Нүкісте туылғанмын. 2002 жылмын, 19 ноябрьде дүнияға келдім. Балалығыңыз қандай өтті? Балалығым сол мектеп дәуірі, һәм мектеп дәуірінде де көп нәрселермен шұғылданғанмын. Мектепте әр түрлі дөңгелектерге барғанмын. Белсенді болғанмын. Мен өзі кішкентайымнан жақсы оқитын едім. Себебі мен айтатын едім, шпагер боламын, доктор боламын деп, соның үшін сабақларымнан қатты жақсы оқып, мектепте қандай байрам бар, қандай дөңгелек бар, һәммесіне барып, мектепте ең алды оқушылардан бірі болып жүретін едім. Бірақ сонымен біргелікте спортқа да қатты қызығатын едім. Ең бірінші қызығып басылап барған спортыңыз қайсы? Ең бірінші қызыққан спортым бұл баскетбол. Баскетбол түрімен де шұғылданғанмын 2 жыл. Одан кейін волейбол спорт түрімен де шұғылданғанмын. Стол теннис түрлері. Мектепте қандай спорт дөңгелегі болса, бәрін менен шұғылданып шыққанмын десем адаспаймын. Бірақ сол ақыры естім ағайларымыздан қылышбаздық спорт түрі бар екенін. Оларда шұғылданып жүрген екен, шұғылданып бастаған екен, маған ұсыныс етті, барып көресем бе деп. Маған да қызық болды, себебі біздер тек телевизорларда көреміз, жумун көреміз. Соларды көріп, қылышы қандай болады екен, кеспей ме екен деген қатты қызығушылық болды. Үйдегілерден сұрап, рұқсатын алып, барып көрсем, растан да бұл спорт басқа спортлардан да өзгеше спорт түрі екен. Біздерді, мәселен, менің өзім, жеке өзім Зайнап Дайбекова сондай чемпион болып жатыр деп айтқан кезде, Қарақалпақ қызы деп, бәрібір енді өзіміздің елімізден шыққан қызлар, чемпион қызларды естек, бәрібір басқаша қуанып кетеміз ғой. Сондай спорт түрінен қылышбаздылық деген кезде, қылышбаздылық біздерде де бар ма екен? Ондай спорт түрі рауажданған ма екен деп хайран қалып, сол сіз арқаңызда, сізден кейін біз қылышбаздылық біздердің мемлекетімізде де сондай рауажданған тренерлар бар екенін көзіміз жетіп көрдік та. Ең бірінші сол ағайларыңыз себепші болды. Ең бірінші тренеріңіз кім? Ең бірінші тренерім сол барғанымда қолыма бірінші қылыш ұстатып, қылышбаздылықтың сол бірінші қадемлерін үйреткен Жемұратов Дәуірбек аға. Өзі қылышбаздылықта 3 түрі болады. Сабля, рапира, шпага түрлері. Әр қайсының қылышы әр түрлі болады. Техникасы, өзінің тактикасы болады, уақыты болады. Бірақ мен ең бірінші барғанымда білмейтін едім.
ол 3 түрі бар екенін. Бірақ сол тренерім мендегі қандайдыр сабля жөнелісіне болған шаққалықты көрді ма, тезлікті, қандайдыр бір айрықша мінезді көрді ма, өзі сол сабля жөнелісінде алып қалды һәм сабля жөнелісімен шұғылдандыра бастады. Сонда 3 жөнеліс бар, бірақ үшеуін де бірге алып бара алмайсыз, иә? Бір жөнелісті таңдауыңыз керек. Сонда қандай? Егер профессионал түрде шұғылданатын болсаңыз, сізде тек бір енді болады шұғылдануға, бірақ ол қиын. Себебі өзінің әрқайсы қылыштың өзінің ұстау техникасы бар, тактикасы бар. Біреуінде ұру керек, қарсыласты, біреуінде укол қылу керек, қадау керек. Соның үшін профессионал түрде алып бару қатты қиын. Бірақ егер просто шұғылданып барып, ондай профессионал түрде шұғылданбаймын, шетел жарыстарына шықпаймын дейтін болсаңыз, енді алып баруыңыз мүмкін, бәрібір қиын болады. Соның үшін профессионал түрде шұғылданатын болсаңыз, сол бір түрін сайлап, сол менен ізін давамлап кеткені жақсы. Айтады ғой, екі кеменің басын ұстағаныңыз шөгіп өледі, суға шөгіп өледі деп. Соның үшін екі нәрсені емес, бір нәрсені қатты ұстап, сода профессионал чемпион болған жақсырақ. Қандай ажайып. Ең бірінші сол қылыш ұстағанда қандай сезімдер болды? Мәселен, біздер кішкентайымыздан қылыш, сондай бір өткір нәрселер ұстасақ, ұстама тиіп кетеді, бір жеріңе бір нәрсе болады деп қорқып тастаған ғой. Ал қазір пышақты, нені асханада ұстағанның өзінде абайлап сол қорқынышыларменен істетеміз. Ал сізде қандай болған? Кішкентайсыз ол кезде. Менде сол баста жолда бара тұрған кезімде қандай болады екен, кеспей ме екен деген қатты қызығушылық болды да. Бірақ сол барғанымда қылышты көрдім, ол ешқандай ұстағанда ешқандай зиян келтірмейді. Өзі арнаулы. Өзінің киімі бар, киіп жарысқа түсетін, шұғылданатын. Соны көріп, бәрібір басқаша болды. Баста қылышлар аз еді, қатты маскалер жоқ еді, перчатка деген затлар аз еді. Һәм тренеріміз біздерге өзі 3-4 ғана сабля бар еді. Біздерге үйге беріп жіберетін еді. Өзі кішкенеміз қылыш өзімізбенен тең да. Соны қызығып, алып қайтып, жолда жүргенде. Алып қайтқаныңызға қуанып. Маған беріп жіберсе, бүгін тренер қылышты деп, сондай ойларменен енді басқаша болғаннан кейін көшелерде де мақтанышпенен мынау қылыш деп алып жүру бәрібір басқаша болады ғой еді. Әлбетте. Сабля дедіңіз ғой жаңа? Сабля қылыштың аты. Өзінің формасы бар. Сабля түрінде белден жоғарысына ұру керек. Ол әлбетте ұрған кезде кеспейді, ешқандай жарақат алынбайды. Қатты егер қарсылас қатты ұрса көгеруі мүмкін, бірақ ондай ешқандай зиян келтірмейді. Һәм біздерде өзіміздің сол тигізген кезде, ұрған кезде жанатұғын электрокуртка болады. Сол электрокурткада һәм табло болады. Аппаратта қызыл һәм жасыл фонар болады. Бір қарсыласта қызыл, бір қарсыласта жасыл фонар. Соларға қарап, ортада өзінің тактикалары бар, техникалары бар, соларға қарап біздерде судья болады. Сол судья шешеді, кімге очко беру керек екен. Маған әрдайым қызықты, мәселен, жарысқа түскенде қарсыласыңыз екеуіңіздің сол бел тәрепетке бір шынжырма бір нәрсе тартырып қояды ғой, ол не үшін керек? Ол біздерде сол электрокуртка ұрған кезде жанатұғын аппарат болып есептелінеді. Біздерде көпшілік қызығып сұрайды да, артынан тартып тұра ма сілер? Қаттырақ кетіп қалсаңыз мен ойлайтын едім, линия болады ортада, содан өтіп кетпеу керек, сол тартып тұрады деп. Ол тек ұстап тұрады, біздер жалғаймыз. Өзінің шнуры болады, қылышқа жалғайтұғын, маскеге жалғайтұғын, электрокурткаға жалғайтұғын өзінің шнуры болады. Сол шнур просто ұстап тұрады, тартпайды. Қандай ажайып. Ең бірінші жетіскерлігіңіз қашан, қай жерде басыланды? Менің ең бірінші жетіскерлігім өзі Қарақалпақстанда. Қарақалпақстан чемпионаты болды сол кезде.
өзі қатынап бастағаныма менің 3 ай ма болған еді. 3 айдан кейін жарыс болды һәм ол жарыста менің сол ең бірінші мүйвем десем де болады, екінші орынды алуға мияссар болдым. Өзі қатынап бастағаныма 3 ай болған. Бірақ соған қарамастан сол тренеріммен бірге істеп, екінші орынды алуға мияссар болдым. Сол менің ең бірінші мүйвем. Одан кейін Ташкент қаласына жол алдық. Ташкент қаласында да командамызбенен біргелікте 3-ші орынды алуға мияссар болдық. Ол кезде кішкене едім, ненің не екенін білмеймін. Ташкентке барып, Бірінші мәрте Ташкентке баруыңыз? Бірінші мәрте Ташкентке барып, біздерде енді сондай электрокуртка деген затлар болмайтұғын еді. Сол Ташкентке барған кезде сол затларды бірінші мәрте қолыма ұстап, тренерім жәрдем беріп, еш нәрсені білмеймін. Сол кезде бәрібір басқаша болған. Һәм сол уақытта 3-ші орынды алуға мияссар болдым. Одан кейінгі жарысларымда да 3-ші орынды алдым жекелік есаптарда. Ал шет елдегі ең бірінші ұмытылмас менің өмірімді өзгертіп жіберген жарыс медаль десем де болады. Таиланд мемлекетінің Бангкок қаласында Азия турнирі болып өтті. Кадеттер арасында, жас өспірімдер арасында. Һәм сол жарыста 3-ші орынды алуға мияссар болдым. Алдын Өзбекстанда қылышбаздық рауажланбағаннан кейін шетел жарысларында орын алынбаған. Һәм сол көп жылдар давамында орын алынбаған. Һәм сол уақытта ең бірінші бронза медалі Азия турнирінде. Һәм содан кейін ұлыма күтілмеген уақия, күтілмеген ойға да хаяттегі түске де кірмеген уақиялар болып кетті. Сол жетістіктерден кейін 2017 жылы құрметті президентіміз Қарақалпақстанға келді. Һәм сол кезде аз ғана жетістіктерімді этибарға алып, сол қылышбаздықтың қазіргі осындай рауажлануына қатты үлес қосты. Һәм сол уақытта маған Nexia 3 автомашинасын сауға қылып кетті құрметті президентіміз. Kayfiyat zo'r. Prezidentimizga rahmat aytaman. Albatta Olimpiada o'yinlarida, jahon chempionatlarida, barcha xalqaro musobaqalarda chempion bo'lishga va'da beraman. Ota-onamga aytdim, hozir kelishyapti. Ularni quvonchini aytish qiyin. Ол құрметті президентімізбен көрсемен деген ұлыма ойда жоқ еді. Сол медаль алғанымызға қуанып жүрмедік, бірақ сол өмірімде ең үлкен бұрылысқа алып келді. Үлкен мотивация болды. Әлбетте, ядымда тап сол уақытларда жоғарыда айтып өткенімдей, көп ата-аналар қызларына, ағайларымыздың кішкентай қызларына не қылады да, Зайнап Дайбековадай болып машина ұтып аласың, бар, сен де осы спорт түріне бар деп көп бұрылыстарға себеп болдыңыз негізі. Ол бір нәрсе үлкен сауға көріну мүмкін шеттегілерге, бірақ сіздерге үлкен мотивация, және де мемлекеттің байрағын көклерге көтеру үшін үлкен бір сенім арттырады, Әлбетте. Онан кейінгі шетел сапарларындағы, ең бірінші шетел сапарындағы сезімдеріңізді, одан кейінгі сезімдеріңіз қандай болды? Мәселен, үйреністіңіз? Ең бірінші сборларға, оқушылық жиындарына барғанымыз Россияның қалалары, Таиландқа өзі барғанда бір басқаша болды, себебі шетелге шығу кішкене спортшы үшін, кішкене Зайнап үшін ол үлкен арзу еді. Арзу барып, сол самолетларда ұшып, көріп, қандай болады, ояқтың погодасы қандай, соларды көріп, бәрібір басқаша болған. Одан кейін әстен үйренісіп, сол алғаш. Бәрібір басқаша сезімдер. Жарыс бірінші орында, бірақ шет елдегі сапарыңыздағы сол бір сезімлер бәрібір сізді басқарып тұрады. Ағза болдыңыз. Қазірде шет елдерге сол сайланды командамен барып жатырсыз, Сайланды команданың, сайланды қызлары болуда өзіңіздің харекетіңіз яки тренеріңіздің көп минетлері бар ма?
Бұл орында әлбетте спортшының өзінде де әрекет болу керек, тренерде де ізденіс болу керек. Тек қана ол емес, менің өзімнің өмірімде ең үлкен жәрдем берген бұл анамның қолдап қуатлауы. Себебі инсан өзі қалеп тұрғаныменен, тренердің өзі қалеп тұрғаныменен, үйінің ішінде қарсылықтар болса, не қылсаң соны қойса, одан шынар дұрыс зат істе деп, егер қарсылықлар қойып, сондай тоқтатылулар болса, әлбетте һәмме зат еш нәрсе жоқ болады да. Һәмме заттың, мысалы үшін, қанша әрекет етсең де, бір жақтан тартып тұрса біреу, ол қиын болады. Менің өзімнің өмірімде көп қиыншылықтар болған, қарсылықтар болған. Менде сол сұрау бар еді шаңырағыңызда. Мәселен, біздердің менталитетімізде өзі сондай нәрсе бар да, қыз бала түгуге барсын, пішуге барсын, асханада ауқат үйренсін, спортқа бармасын, ойынға бармасын деген. Сіздің шаңырағыңызда қандай болған сол бір жағдай? Басладым, қылышбаздықпен шұғылданып басладым, жарыстарға шықтым. Бірақ сол кезде біздерде қаражат, ақша жағынан проблемалар бар еді. Сол жарысқа баруға, Ташкентке барып келуге, біздерде әр айда жарыс болады Ташкент қаласында. Соларға барып келуге әр ай ақша тауып беру қиын болғанда. Сол уақытта мамам қарыз алатын еді. Қарыз алып, мен жіберіп, қызыққаным үшін жіберіп, мамам әрекет ететін еді. Папам болса қарсы еді. Не қылсаң, қарызланып атпыз дегенде қарсы болған шұғылдануыма. Бірақ сол ауылға баратын едім де, жаздың уақытлары біздерге демалыс еді. Ауылға барған уақытларым ағайларымыз да айтатын еді. Қайсы ауылға? Өрнек. Сол өрнекке барғанымда, енді олар да мамамды ойлайды да. Оларды да түсінемін. Сол уақытта айтатын еді, мамаңды құры қарызландырып, қиналдырып не қылсаң, оданшы үйіңде отыр, қазан табақларыңа қара, мамаң шаршап келеді жұмыстан, мамаңа қара, құры қинап атсаң мамаңды деп айтатын еді сол кезде. Мамам ол кезде 2 жұмыста істейтін еді. Азанда сол 5-те кеткеннен кеште қайтып келетін еді 11-лерде. Келгеннен кейін де мен өз кішкентайман, бір кездер сабақларын таярлап отырған уақытымда ұйықтап қаламан, ауқат пісіре алмаймын ол кезде, ауқат пісіруге уақытым жоқ. Мамаңызды күтіп шаршайсыз? Мамамды күтіп шаршап, ұйықтап қалатын едім бір кездер. Мамам келгеннен кейін, енді мен кішкентай болғаннан кейін бір кездер мен киімдерімді де жуып беретін еді. Сондай бұндай дәрежеге жетуіме, сол анамның қарсы шыққаларға қарсы тұрып, қарызланса да, еш нәрсені ойламай, қызым, сен қызыққан затыңа бара бер, қызықтың ба спорт түріне бара бер. Ешқандай қарсылықтарға қарамай, адамдар айта береді, мен барман ғой дейтін еді. Сол анам арқалы осындай дәрежеге жетіп, қазірде Аллаға шүкір. Қазір материалдық жағдайдың бәрі жақсы, шүкір. Шүкір. Демек, сіздің шаңырағыңызда бір қарсы болынған тәртіп сол материалдық жағдай. Басқа қыз бала үйде отырсын, қыз баланың талабы емес, ол деген нәрсе болмады. Енді болған, қыз балаға қылышбаздық не керек өзі? Балалардың спорт емес па дегенде болған. Қыз балаға қылышбаздық не керек өзі? Не қылсаң, ертең келешегі бар ма жоқ па дегендер де болды да. Менің өзімде, мәселен, қылышбаздықпен шұғылданып басылғанымда, ал мен мынандай чемпион боламын, ал мен мынандай шетелге шығамын деген ешқандай ой болмаған да. Сол шұғылданып, һәмме нәрсе өз-өзінен келе берген да. Алланың сондай құдіреті, ешқандай, мәселен, сонша қарызланып, мамам процент алып мен жіберсе де, мамам ойламағанда, бір күн өлмесем құтыларман деп ойлайтын едім дейді да мамам. Сол қалай құтыламан деген затларды ойламай бара бергенмен де, мен де ойсыз болғанмын қандайдыр. Бірақ ол да қазір ойлап қарасам, сол ойсыз болғанымда, ойсыз бара бергенімде қызығып, қазір маған қатты үлкен өмірімде ең үлкен бұрылыстарға, өзгерістерге алып келген екен. Қандай жақсы.
Әлбетте сол сайланды командада болуымның негізі сол анама байланысты, өзімнің харекетлеріме, тренерімнің таярлауларына байланысты дедім. Сол бір сайланды командадағы жағдай дейміз бе, яки сол сайланды команда ағзаларыңыздың ортасындағы жағдайлар қандай? Мәселен, сіз бардыңыз, har xil жағдайлар болады, біреулер сыйыстырмайды, біреулер сізді қалайды, біреулер қаламайды. Енді баста сол тренерім айтатұғын еді маған, сен қаншелік көп істесең тренировканы, сенің қарсыласыңнан көбірек жетістікке ерсе аласың. Сен сол 14-ке 14 болып тұрған уақытыңда, сен егер одан көбірек тренировка істеген болсаң, сен 15-ші очконы ала аласың деп, сол кішкене уақытымнан, бастаған уақытымнан үйреткен сондай қылып. Мен бастаған уақытымда бір қыз бар еді, ол да Қарақалпақтың қызы, достым. Тек содан ұтыла бергенмен, ізбез ұтылып, 3-ші орын финалға шығатын уақытта ізбез ұтылып, 3-4 мәрте ұтылып, кейін барып бір күні Андижанда Өзбекстан чемпионаты болып өтті. Сол уақытта ұтқанман да, қанша уақыт арадан өткеннен кейін барып ұтқанман. Сол кезде ең бірінші мәрте бірінші орынды алған жарысым еді. Сіз істейсіз, әмеңіз бірге істейсіз, тренировкалар, сборларда бірге жүресіз, бірақ кімніңдір ауметі көбірек келеді. Сол қиыншылықтарға қарамастан тренерімізбенен өз үстімізде істеп, жетістіктерге еріскенбіз, көбірек ұтуға мәсар болғанбыз. Бұл да әлбетте болды, мыналар тартып жатырды, бұлар тартып жатыр, бәрі біздерден шықпайды, шыға алмаймыз, тарта берсе деп. Сол кезде тренеріміз де біздерге ондай мағлұмат бермегенде, ұтамыз, қандай жағдай болмасын ұтамыз деген мотивация беріп, бірге істегенбіз. Жақсы. Әрбір жетіскендіктің артында үлкен бір минет жатады да. Сіз үшін қайсы жетіскендігіңізге ерісудегі тренировка, шынығулар қатты қиын болды? Рухи тараптан, физикалық тараптан? Ондай жағдай, ондай моментлер менде 2-3 мәрте болған. Қиын жағдайлар. Бұлардан бірі Токио олимпиадасы. Токио олимпиадасына жоллама алуда, ол кезде карантин еді, есіңізде. Карантин уақытында біздер жарыстарға шықпадық, ешқандай опыт жоқ. Өзі спортшы жарысқа түспесе, сол жарыстағы атмосфераны ұмытып қалады, қандайдыр мотивация жоқ болып кетеді десе де болады. Сол уақытта карантинде бәріміз шұғыланып, жарысқа шықпай, сол уақытта да қиын болған. Кейін сол Токио олимпиадасына лицензия алу үшін қатты әрекет еткенбіз. Ол кезде кішкене едім, 18 жаслы қыз. 9 айлап нөкіске қайтпаған уақытларым болған. Сол ең көп қайтпаған уақытым 9 ай. Қатты қиналғанмын сол кезде. Алдын 2 айдан, 3 айдан, ең алыс дегенде 3 айдан келіп тұратын едік те. Жарыслардан, сборлардан үйге қайтып. Ол уақытта 9 ай үйге қайтпай, енді өзің туылып өскен жеріңді 9 ай көрмесең бәрібір қиын болады. 18 жаслы қыз үшін бұл әлбетте ең қиын. Мамам барып тұратын еді бірақ, сонда да бәрібір нөксімнің хауасына жетпейді деп ойлайтын едім. Сол уақытлар қиын болған. Кейін 2022 жылы Араб Әмірлігінің Дубай қаласында жаслар арасында жаһан чемпионаты болып өтті. Сол жарыста 3-ші орынды алуға мәссар болдым, бронза медалі. Һәм содан кейін мен ешқандай жарыста орын алмадым. Себебі жаслар арасындағы ең ақырғы жарысым еді. Менің жасым 20 жаста еді сол кезде. 20-дан өткеннен кейін біздерде тек үлкендер арасында жарысларға қатынасуға болады. Өзі сол жаслар арасындағы жарыслардан кейін үлкендер арасына өтіп, сол басылап, кірісіп, аламан дегенше кімгедір 1 жыл, кімгедір 2 жыл, 3 жыл уақыт керек болады.
Сол кезде маған ең қиын болғаны бір жыл давамында ешқандай, 1,5 жыл давамында ешқандай орын алмағанмын, ұтылып қалғанмын бір кездері, сол группалық басқыштан шыға алмай қалған уақытларым болды. Сол кезде ойлайтын едім, неге істеп атпан, тренировкаларда да бәрі орташа, ондай жаман болатындай тренировка қылып атырғаным жоқ қой деп. Сол кездері қатты психологический тараптен қиын болған. Бірақ сол қиыншылықтарға шыдап, ұтылып 2023 жылы үлкейлер арасында болып өткен Азия чемпионатында чемпион болуға миясар болдым. Сол сабырдың арқасында, көз жастың, сонша минеттің арқасында, сол 1,5 жыл давамында шамесіне шыдап, кейін медаль алғанмын. Ол да чемпионлық медаль, алтын медаль. Сол уақытта қиын болған қатты. Мысал үшін, спортшы үшін тренировка қылады, 3-4 жарыста результат көрсетпесе, қандайдыр сынып қалуы мүмкін да спортшы. Ұқсамай атырыпты ғой, не болып атыр деген ойлар болуы мүмкін. Сол уақыт әрбір жығылғанда қаншелі спортшы тез орнынан тұрып кетсе, соншелі жақсы болады. Бірақ ол орнынан тұрып кету, бір жарыста ұтылғаннан кейін екінші жарысқа даярлық көру, мотивация бәрібір басқаша болады. Адам, спортшы сынып қалуы мүмкін тез. Бірақ сол сынбай, тренерді айтады ғой, неде істеп атсам ба, бәрі ұқсайды. Сен енді басылап атсаң өзі үлкелер арасындағы жарыста қатынасы бәрі ұқсайды деп, сол кезде тренерімнің де мотивациясы маған үлкен күш берген. Сырттан қарағанда не болады да, спортшылар қатты күшлі болады, мотивациясы жоғары болады. Бәрібір инсанда рухи азық, рухи күш бәрібір басқаша рөл ойнайды. Егер рухыңда сондай бір күш, ғайрат, өзбекше айтқанда жөшіп дейді ғой, сондай ол қайнап тұрмаса, бәрібір сен спортшы бол, сен музыкант бол, бәрібір сол бір істеп атырған өнеріңе талпына алмайсың. Әлбетте 2024 жыл әр бір спортшы үшін бір басқаша жыл болды. Себебі Париж қаласында олимпиада болып өтті, иә? Сізде сол бір жағдайлар қандай болды, сезімлер қандай болды, һәм жеңіслеріңіз қандай болды? Париж олимпиадасы бәрібір басқаша болды. Мен Токио олимпиадасында қатынасқанда, сол 18 жаста едім, еш нәрсені білмеймін. Менің қарсыласларым да мені кішкентай қыз көріп, өзінің қарсыласы есабында көрген жоқ еді. Бірақ сол 8-лікке кіргеннен кейін, күшлі 8-ліктен орын алғаннан кейін, сол медальға бір қадам жетпей қалғаннан кейін, һәмме сол Токио олимпиадасынан кейін һәмме қарсыласлар мені жидди дейді ғой, жидди рақабат, қатты андай қарсыласым деп бар күшіменен түсетұғындай қарсылас деп санап, содан кейін менімен түскенде қатты бар күшімен түсетұғын болды. Токиода болса, мен әмесі кішкентай қыз, бұл қыз нені білет дегендей қылып әмесі шыққан еді. Сол жарыслардан кейін Азия чемпионы болып, жаһан кубоклерінде орын алғаннан кейін, мен соперниклерім әмесі білет ғой еді. Һәм Париж олимпиадасында менің ең бірінші қарсыласым сол Токиодағы қарсыласым еді. Токиода екінші бойымда түскен едім сол қызбенен. Ол қыз ол уақытта енді мен кішкене едім ғой. Соның үшін менсінбей шықты дейма, сол кезде ұтылып қалған еді менен. Парижда болса, бір-бірімізді білеміз. Азия чемпионатында да екеуміз финалда көріскенбіз, басқа жарысларда да көріскенбіз. Бір-бірімізді білгеннен кейін бәрібір қиын болды. Париж олимпиадасы мен үшін қандайдыр психологик тараптен де қиынлау болды. Себебі сол Токио олимпиадасынан кейін құрметті президентіміздің өзі маған сенім білдірді. Әлбетте, алтын медальды алып келуің сенемен қызым деп өзі айтқан еді. Һәм байрақтар болдым Париж олимпиадасында. Менде көп
ойлар болды да. Мен президентімнің сенімін ақлауым керек. Сонша халқым сеніп тұрыпты маған. Халқымның сенімін ақлауым керек. Мына жақта анам тұрыпты сеніп. Һәм менің сенімін ақлап, бірінші орынды алуым керек деп көп ойлағанмын. Спортшы егер жарыстың уақытында басқа нәрселерді, сондай ұтуды я ұтылуды ойлап қалса, сол моменттен шығып кетеді да, сыртқа шығып кетеді. Өзі сол жерде дорожкада болуы мүмкін, жарыста болуы мүмкін, бірақ ойы, ішкі психикасы, дүниесі, ішкі дүниясы басқа жерде болса, түсе алмайды. Мысалы үшін менде сондай болған. Мен өзім сол затты көп ойлағанмын, ұтуым керек, бірінші орын алмасам болмайды деген желкемде қандайдыр жүкті өзіме жүктеп алғанмын да. Бірақ ол кезде маған ешкім сен алуың шарт деп ешкім шарт қоймаған. Бірақ сол қанеді, һәм мен сенімін ақласам, чемпион болсам деген көп ойлар болғаннан кейін сол уақытта азғана сол жарыстың уақытынан шығып кеткенмін. Жарыстан ойым басқа жақта болғанда, сол уақытта ұту болған тек ойым. Ал біздерде жарыс па, жарыстың уақыты ма, алдыңда қарсыласың бар ма, сол қарсыласпенен бой алып баруың керек. Сол қарсыласпенен контакт болу керек қандайдыр. Оның тактикасы бар, сенің тактикаң бар. Оның темпына сен түсіп қалуы мүмкін, сенің темпіңа ол түсіп қалуы мүмкін. Сол әр қандай ситуациялардан тез шығып, сол моментте болу керек. Бірақ сол уақытта мен сол ойым, қиялым ұтуда болған. Соның үшінде ойлаймын ұтылып қалдым деп. Бірақ ол әлбетте менің тоқтап қалуыма себеп болмайды. Сол Париж олимпиадасынан кейін де құрметті президентіміз өзі айтты, сені бәрібір чемпион қыламан деп. Құрметті президентіміз сен чемпион болуыңа сенемін деп өзі сенім білдірді. Һәм сол Париждан кейін Өзбекстан Олимпия қомитасында да басшылар өзлері сен елі жассаң, біздер саған сенеміз деп сол көз жасымды сыпырып, маған мотивация берді. Һәм сол да қазір міне осы жерде отыруыма, қылышбаздықтан суып қалмауыма, тастап кетпеуіме үлкен себепші болды. Әлбетте. Жаңа айтып отырсыз ғой, құрметті президентіміз сондай етіп сенім білдірді, әрдайым сенім білдіреді деп. Жұртбасшымыз өзі спортшыларменен тез көрісіп, оларға мотивация беріп тұрады. Ең бірінші жұртбасшымызбенен көріскен уақытта сезімдер қандай болды? Ең бірінші сол Нүкіс қаласына келген уақытта ұшырасуымыз, мен өзі ойлаған жоқ едім, біздердің залға келеді деп. Залға келіп көреді деп. Спорт залға келді. Спорт залға келді. Біздерде 2017 жылы спорт комплексі, Айдын жолдағы спорт комплексі құрып біткерілді. Һәм сол жердің ашылуында құрметті президентіміз келіп, өзі көріп, шарайатларды көріп кетті. Сол кезде біздердің залға да келгенде біздер ойламағанбыз ешқандай, ол президентіміз біздердің залға келеді. Һәм келгенде де ол келіп құры Həмен деп көріп кетпей, мені шақырып, өзінің қасына мотивациясын береді деп ешқандай ой болмаған. Енді сол кезде кішкентайман, құрметті президентіміз келді, Зайнап сен шақырып атырды деп атырды тренерім. Зайнап деп тренерімді айтып атырды. Мен де албырағанымнан сені тауа алмай қалдым. Зайнап қақта деп бізде бәріміз тренировка қылып атырған едік. Сол кезде тренерім айтады, сені тауа алмай қалдым мен ұлыма. Ол да албырап қалған. Мен де барып құрметті президентімізді көріп, қолымнан ұстап, мотивация беріп атырды маған. Бір затлар деп атырды. Сол кезде мен өзім андай шокта болғаннан кейін не деп атырғанымда ойыма келтіріп, андай ойыма ұғып атырғаным жоқ та. Соншелі шокта болғанмын. Һәм сол уақытта құрметті президентіміз мотивация беріп, елі әмес алдында бұл жетістіктер елі баслануы деп кейін есіме түсіргенмен не дегенлерін. Сол бәрібір басқаша болған. Президенттің қызыман десем де адаспаймын. Әлбетте, көз тимесін. Көп жарыстарға қатысамын, мен өзімде Зүлфия атындағы мемлекеттік сыйлыққа талабан болдым. Сіз де болған шығарсыз. Алдыңыз, иә?
Зүлфия салған. Зүлфияны еле алмадым. Өткен жылы 23-те 2023 жылы Зүлфияда мемлекеттік сыйлыққа қатынастым, талабан болдым да, сол кезде Ташкент қаласында. Мен Қарақалпақ қызлары кіріп шығып жатыр сұрау жауапқа. Кейін сөйлесіп отырмыз, енді онлайн бір қызбен өткереді дейді да. Кім қыз деп жатырмыз да, Зайнап Тайбекова, спортшы. Сол бар ма екен, онда точно бір Зүлфияшы сол болды деп. Әрбір қызлардың арасында сондай еді, мақтанатұғындай, сенім білдіре алатұғындай, сондай бір дәрежедесіз қазір. Өзіңізде өмірде мотивацияны қалай ұстайсыз? Мәселен, әрбір инсан өзіне сөз беріп жүреді ғой. Болды, енді андай қыламан. Яки әрбір инсанның өзінің бір өмірде ұраны болады. Сізде қандай? Менде өмірде әрдайым мотивацияны, мен бір нәрсені басласам, ақырына дейін жеткізу қандайдыр характерім бар. Бір нәрсеге қызықтым ба, бір нәрсенің басын ұстадым ба, ақырына дейін жеткізбей қоймаймын. Соның үшін жарысларда да, сол бойдың уақытында да ақырына шекем деген менде ой болады әрдайым. Менің ұраным да сол ақырына шекем әрекет ету. Не болсын, қандай қиыншылық болмасын, кім қарсы болмасын, сол бастаған затты ақырына шекем жеткеру. Соның үшін мен жарысларда ұтылып қалған уақытымда да енді мен ойлаған елі нәтижелерге еріспедім. Соның үшін ешқандай тоқтап қалу деген зат жоқ. Менің сол мотивациям ақырына дейін бару болып есептелінеді. Жарысларда ұтылып қалған уақытымда да бір мәрте ұтыласаң, екі мәрте ұтыласаң, әрдайым ұтыла бермейсің ғой, бәрібір бір күні сен ұтасаң деп өзіме мотивация беремін да. Сен өзіңе сен, басқалар сенбесе де сен өзіңе сен. Сен әрекет ет, сен әрекетіңе жарыса Аллахым береді. Өзің ойлаған мақсатке әлбетте ерсесең деп өзіме мотивация беремін. Һәм анам да маған әрдайым мотивация береді. Сенің маған денсаулығың керек. Сен мәселен чемпион болмасаң да, бір өмірде қандайдыр нәтижеге еріспесең де, сен менің қызымсың. Мен сені әрдайым қолдап қуатлаймын, мен әрдайым сен үшін дуадамын деп анам мотивация береді. Анам үшін де мен әрдайым әрекет етемін. Анам бір мақтанып жүретұғындай, менің қызым дейтұғындай қыз болуға әрекет етемін. Анаңызды қапа қылып алған уақытларыңыз болған ба? Әлбетте көп болады. Жарысларда жарыслардан кейін, енді ұтылып қалғаннан кейін, мамамнан ашуымды аламан деген. Қалай сонда? Ол жерде сізге мотивация беріп, қолап қуатлап, сонша ақшаны тауып, екі жұмыста іслеп отырған ананы қалай сіз қапа қыласыз? Қапа қылғанда бұл менің қапа болғанымды анам көрсе, анам менен бетер қапа болады да. Жарыстан кейін мен телефон алмай қалатын әдетім бар. Мамам көрмесін, сол жылағанымды, қиналғанымды көрмесін деп, телефон көтермей қалатын, сөйлеспей қалатын әдетім бар. Сол кезде анамды қинап қоямын. Себебі әрбір анада перзентінің қиналғанын көрсе, 2 есе, 10 есе қиналады. Соның үшін мен анама өзімнің қиналғанын көрсетпейін деп жасырайын десем, бірақ екінші жақтан ойланып қараса, менімен сөйлесе, анам қайта өзін басып, азғана өзіне келеді екен да. Бірақ мен оны ойламайды екенмін да, сол менің қиналғанын көрмесін, мамам қиналмасын деген ойменен мамаммен сөйлеспей қалатын әдетім бар. Бірақ қазір оны әстен жинастырып атпадым, себебі енді бәрібір түсініп, әмезатты қайта мен жақсыман, мама, болды, жарыста ұтылып қалдым, кеңісіне ұтаман, маған сенсеңіз болды, сіздің дуаларыңызбенен әлбетте нәтижеге ерсемен деп азғантай бір ауыз сөйлесіп қойсам, соның өзі мамама кеуіл тынышлығы болады екен да. Қазір соларды жарыстан кейін да ұтылып қалсам да, мамаменен сөйлесіп, мамамды кеуілін орнына жайына қойып, сол кейін
Әлбетте, сіздің замандастарыңыз, қатарыңыз, достарыңыз көптеген жетістіктерге ерісіп келмекте. Әлбетте, тек қана қылышбаздық емес, басқа спорт түрлерінен де көптеген жетістіктерге ерісіп, мемлекетіміздің байрағын көктерге көтеріп отырған қызларымыз көп, иә, мақтанамыз. Сол орында науайлы Диара Келдиярова деген қызымыз бар. Сіз танысаңыз керек. Сол қызымыз сияқты сіздің де жетіскенліктеріңіз біз мақтанып, мақтаныш тұтып айтатұғындай. Әлбетте, бұлардың баршасы мемлекетіміздің біз аял қызларға беріп отырған имканиятлары, ашып отырған есіклерінің дәлелі. Ал сіздің көзқарасыңызда қандай? Мәселен, жоғарыда айтып өтілгендей, қыз балалар үйде отырсын, қыз балалар тіксін, пішсін дейді ғой. Ал қыз балалардың сондай етіп ел байрағын көктерге көтеріп отырғаны сіздердің көзқарасыңызда? Сол біздерде көп шектеулер қояды. Қыз бала 18-ге толды ма тұрмысқа шығу керек. Не қылады, спортын не қылады, басқасын не қылады. Қандайдыр ол бәрібір тұрмысқа шыққаннан кейін үйінде отырады ғой деп әме ойлайды да, бірақ қыз баланың орны бәрібір басқаша болады. Мәселен, шпакер болу, спортшы болу, басқа да тараулар бар, қосықшы болу дейміз ба. Инсан мемлекетте қаншелі хаял қызлар рауажланса, ол мемлекет одан да күшлірек болады деп ойлаймын. Соның үшін спортшы болу, әсіресе спортқа барсақ, қойшы не қыласаң, спортты еркек балалар істейтін жұмыс қой ол. Ол даже кәсібім емес деп ойлайтұғылар бар. Бірақ ол спорт түрі, басқа тараулар қыз бала үшін өзін өзі тануға жәрдем береді. Себебі мен де сол спортпен шұғылданбасымнан алдын, мен де өзім танымайтұғын едім, расын айтсам. Менің қандай талантым бар, қандай характерлі мен, соны білмейтұғын едім. Сол спортпенен шұғылданғаннан кейін мен өзімнің характерімді, қаншелі өзімді күшлі екенімді, рухилық жақтан, физикалық жақтан қандай күшлі бола алатұғымлығымды біліп, ойлаймын, әрбір қыз өзінің ішіндегі кім екенін, өзінің ішіндегі характерін рауажландыру үшін қандайдыр кәсіп иесі болу керек, қандайдыр өзінің хоббиі болу керек десе де болады. Тек қана тұрмысқа шығып, үйіне қарап, қазан табағын жуып, ата енесінің қызметін істеп дегенде емес та. Соның үшін қызлар да қазір сол мені көріп, Диара Келдиярованы көріп, көпшілік сол енді ойлаймын, үміт етемен түсініп, қыз баланың да орны спортта болсын, басқа тарауда болсын, қыз баланың өз орны бар екені, өзінің кім екенін тани алу қабілеті, тану қандайдыр имканияты болуын енді замандастарымыз, халқымыз түсініп жатыр. Дұрыс айтасыз. Әлбетте, бұл спорт түрі де, жәмиетіңіз де сізі сол Зайнап Дайбекованы ашып берді. Ішіңіздегі менді шығарды демекшімен да. Әлбетте, жаңа айтып отырсыз ғой, көп менталитетімізде қарсылықтар болады, үйінде отырсын, асханасында болсын, үйренсін, қазан табағын үйренсін деген нәрселер. Ал спортшы хаял болу, хаялларға, мәселен, өзіңіздің хаял қыз сипатында, спортшы хаял болу, хаялларға қандай жауапкершілік жүктейді? Жауапкершілік бұл әлбетте мен үшін бірінші орында отанымды қорғау жауапкершілігі қатты өзіме алғаман, себебі отанымды мен қатты жақсы көремін. Кішкене уақытымда да айтатұғын едім мамама, мен отанымды қорғайман, армияға бараман дейтұғын едім. Отанға болған мехрім, отанға болған мұхаббатым менде өзгеше. Мамам айтатұғын еді, сол кезде қыз бала армияға бармайды ғой деп. Бірақ бәрібір кішкенеліктегі мақсет, арзулар, фантазиялар бәрібір үлкейгенде қандайдыр қасыңда жүреді екен. Оны көріп, өзімде қазір өзімнің өмірімде әмин болып отырпан. Әзірде Өзбекстан Республикасы Мұдафа вазірлігі Шымали Ғарби Харби округының кіші сержантыман. Қыз бала болуыма қарамастан,
сол отанға болған мехір бірінші орында. Отанымды екі есе қандайдыр сенімменен қорғай аламан. Жарысларға шыққанымда да мен тек қана спортшы емес, харби спортшы болып шығаман. Соның үшін әрекет етемен. Негізі әзір көріп отырған айрым адамдар айтуы да мүмкін, ватанымды қорғайман, харби инсанлардың кәсібі, харби инсанлардың жұмысы ғой деген нәрселер болады да, бірақ спортшы инсанлар үшін ол басқаша сезім. Өзге елде тұрып, өз еліңнің байрағын көктерге көтеру, әне сол мақтаныш, әне сол ватанның абыройын қорғау. Ол бір сезімдерді, сол бір жарысларда, үлкен шет мемлекеттерде қарсыластарың менен ұтыстағы жеңістерінде сезінесің. Ал жеңілістеріңде де сезінесің, себебі үлкен жауапкершілік, үлкен елдегі сонша халықтың сеніп отырған сенімі. Әлбетте, спортшы қызларға қазір көп, спортшы қызлар қатынасып отырған, дұрыс айтасыз, бағана жоғарыда айтып өттіңіз, қазір жәмиетіміз түсініп келатырыпты, көп спорт түрі енгізіліп келатырыпты. Қазір спортқа қызығып отырған, спортқа ата-аналар қызларын тартып отырған адамлар көп. Сол қызларға мәслихатларыңыз қандай? Қызларға, спортшыларға, ұлым айтқанда жастарға мәслихатым, бір нәрсеге қызықсаңыз, ол спорт тарауы бола ма, ілім, білім ба, басқа тараулар ма, қандай қиыншылық болмасын, ақырына шейін бару. Сіздер минет қылсаңыз, өз үстіңізде көбірек істесеңіз, кеуліңіз ақ болса, басқаларға болған қандайдыр қара ниетлеріңіз болмаса, сіздер әлбетте өз ойлаған мақсаттеріңізге ересесіз деп мәслихат берген болар едім. Ешқандай қиыншылық болса да тоқтап қалмай, һәм өзіңіздің істеп атырған затыңызды, кәсібіңізді жақсы көрсеңіз, ақырына шейін бара аласыз. Инсан өзінің істеп атырған затын жақсы көру керек та. Мәселен, менде де қиыншылықтар болып, жарысларда ұтылып қалғанымда, мәселен, мен қылышбаздықты жақсы көрмегенімде, мен осы уақытқа дейін тастап кеткен болар едім деп ойлаймын. Менің осы қылышбаздыққа болған, спортқа болған мұхаббатым әр қандай жеңілісті мен алып қалады. Мен ешқандай ойыма келмейді, болды мен қылышбаздықты тастайман деген осы уақытқа дейін ой болмаған. Ойлайман, болмайды да бұндай ойлар, тастап кету деген мақсатлер. Менің осы спортқа болған мұхаббатым мен ұстап қалды. Ал оларда да мұхаббат болса, сол істеп атырған затына мехрі болса, олар да ешқандай ой болмайды, болды, қолынан келмейді деген затта болмайды. Соның үшін өзіңнің істеп атырған затыңды жақсы көріп, қандай қиыншылықтар болса да тоқтап қалмастан алдыға жүру. Қане жақсы. 10 жыл алдын Зайнап Дайыбекова ел сүйген, біз мақтанатындай қыз емес еді. Әлбетте, шаңырағы үшін Зайнап Дайыбекова баскетболға қатынайды, волейболға қатынайды, спортпен шұғыланады, шұғылама деп бақырады үйінің іші. Ал 10 жылдан кейін осы дәрежеге жетістіңіз. 10 жыл аралығында, мен мақтанатұғын, үлгі етіп, тұта алатұғын, көрсете алатұғын. Ал қазір мақсатлер анық, мәнзілдеріңіз жақын. 10 жылдан кейін Зайнап Дайыбекованы қай ерлерде көресіз? 10 жылдан кейін 3 мәрте Олимпиада чемпион Зайнап Дайыбекова болып көремен. Себебі бұған ешқандай тосқылар болмайды деп ойлаймын. Бұл үшін. Себебі құрметті президентіміз тарапынан де әзірде спортшыларға үлкен ітібар шарайытлар жаратып беріліп атырыпты. Кейін анамды да өзімнің көз алдыма келтіремен. 3 мәрте Олимпиада чемпионының анасы деп. Сондай ойлаймын, инсан әрдайым жақсы нәрселерді ойлап, жақсылыққа ілгерілеу керек, алдыға қадам басу керек. Сол 10 жылдан кейін Олимпиада чемпионы, көп мәрте Азия чемпионы, жаһан чемпионы деген атақларда жүремен деген ойлар бар, һәм бұл үшін
Харекет мен етесіз. харекет етемін Әлбетте. тынбай. Ниетлеріңіз жолдасыңыз болсын. Қазір мәселен социал тармақларда сізді бақылап отырған кезімізде шет елдерде жүресіз. Қазір сонда тренировкада қай жердесіз? Мен түсінбеймін, жарыста жүр па, яки тренировкада жүр пе? Шет елі басқаша бір команда состав. Біздер қазір Италияның Падова қаласында шынығуларымызды алып барамыз. Француз тренер қол астында. Ол да Олимпиада чемпионларын шығарған. Қазірде соларменен біргелікте Италияның Падова қаласында әр мемлекеттен спортшыларды жинаған. Индия, Түркия, Италия, Франция, Сауди Арабия, Венесуэла көп мемлекетлі спортшыларды жинап, бәріміз өзбекстандық спортшылардан бесеуіміз қазірде Италияда шынығуларымызды алып барып жатырмыз. Өткен жылы 2024-тің ноябрь айынан бастап бірге сол жақта. Қай сонда не нәрсеге даярланып жатырсыз? Бір чемпионатқа ма, кубокқа ма, яки күнделікті тренировка сол жақта болып жатыр ма? Біздердің ең алды мақсатымыз бұл Олимпиада ойындары 2028 жылы Лос-Анджелеста болып өтетін Олимпиада ойындары. Қазірде біздердің тек арғы мақсатымыз сол. Сол жерде тренировкаларымызды алып барып, әр айы сол жарыс болған уақытлары жарысларға барып, қайсы мемлекетте болса сол жарысқа, сол мемлекетке барып жарысқа түсіп, кейін және сол тренировкамызға қайтамыз Италия қаласына. Арасында біздерді енді Өзбекстанға жіберіп тұрады. Қандай жақсы. Мен де сондай спортшы болғым келді. Сонда 2028 жыл болатұғын Лос-Анджелес қаласындағы Олимпиадаға даярланып жатырсыз, иә? 2 жыл бар елі. Лос-Анджелесқа дейін біздер сол Италияның Падова қаласында шұғылданамыз. Сол жерде жасайсыз, жатақханалар берілген ба, қандай сонда? Біздерге квартира ажыратылған. Квартира барып келіп, өзлеріміз ауқат пісіреміз. Өзі ауқат пісіріп білмейтін едім да мен. Сол жерге барып енді үйреніп, қазір жақсы ауқат пісіремін десем де болады. Бірақ көрдіңіз ғой достар, спортшы болсаңыз, ауқат пісіріп те үйренесіз. Қиын, ол жерде ауқатлары, біздердің Қарақалпақтың ауқатларын пісіріп жеу, ол жерде әлбетте қиын. Сол нүксе келгенде қалай қиын сонда? Өнімлер табылмайды ма? Өнімлері табылмайды біреулер. Табылған менен де бәрібір Қарақалпақтың дәмі жоқ. Қарақалпақстанда істеп жегенде ауқаттың дәмі болмайды, бәрі басқаша болады. Ол жақта мейвелердің де, қарбыз бола ма, қауын бола ма, жейміз, бірақ жегенде болмаймыз да. Қарақалпақстанның қауынлары емес ол. Қарақалпақстанның мейвелері емес, Қарақалпақстанның картошкасы бола ма, пиязы бола ма, ондай болмайды да, бәрібір дәмі ондай шықпайды. Азыр күнімен айтып отырсыз ғой, сол бір сезімдеріңіз маған да өтіп жатырды да. Уже мен қиялымда, Құда қаласа ертең қызымды, перзенттерімді сондай дәрежеге жеткізуіне өзімде қолқанат болып, барбір бір басқаша мотивация алып отырмын. Рахмет. Өміріңізде ең қиын жағдай, һәм оны өзімнің қатем деп білген жағдай болған ба? Өмірде менде ондай жағдай болмаған, ондай ойда болмаған. Мен ойлаймын, бір нәрсе егер қандайдыр біздер жаман деп ойлаған нәрсе болуы мүмкін, бірақ уақыттың өтуіменен сол нәрсе сізге пайда алып келуі мүмкін да. Мен көп ойлайтын едім, алдын кішкентай уақытымда мынандай болған ау, мынандай деп еді ау деп. Бірақ қазіргі уақытта солар қандайдыр әттегі бір уақытлары мотивация болып келеді да өзіңізге. Соның үшін не болған болса да, һәммесі Алланың қалауыменен, һәм жақсылыққа, әрбір нәрсенің хайыры бар деп әрдайым өзіме ұқтырамын һәм ойлаймын. Соның үшін менде афсуслану дейді ғой, қандайдыр неге ондай болды дегендей ондай нәрсе болмаған. Не болған болса да, һәммесі жақсылыққа деп жоямын. Әлбетте, әрбір істе бір хикмет бар. Көп шет елдерде жүресіз. Айтып отырсыз, анамды қуантырсам, соның бақыты үшін деп не? Анаңызды шет елдерге сапарға алып шыққансыз ба? Ауа, сол
Париж олимпиадасынан алдын біздерде Түркияның Анкара қаласында оқушылық жиыны болып өткен. Сол уақытта анамды алып барғанмын. Міне кеше жақында Грузияның Тбилиси қаласында жаһан чемпионаты болып өтті. Сол уақытта да анамды қасыма алып барып, бірге сол ел көрсетіп дегендей, енді екі ғана мемлекетке шықты мамам. Бірақ менің сол келешектегі ниетлерім, сол мамамды да мен көрген жерлерді көрсе, мен көрген затларды көрсе, мен көрген елдерді көрсе деп хәуес етемен. Құдай қаласа, соның үшін әрекет те етемен, анамды алып бару үшін. Әлбетте. Мен де шетке шыққан кезімде сондай бір нәрсе болады да, балалық кезлерімде де көп болатын еді. Мен көріп жатырман ғой, бәрібір менің фотоларымды көрсе де, олардың өз көздерімен көрген бір басқаша да өз-өзімнен қызғанып кету сезім болатын еді. Неге бұны мамам да көру керек, папам да көру керек, ажапам да көру керек деген сезімдер болады да, соның үшін сұрап жатырман. Көбінесе анам қолдап қуатылаған осы дәрежеге жетісуіме анам себепші болған анаңызды алып шықтыңыз ба деп. Әлбетте елі екі мемлекетке сапар қылған болсаңыз, алда елі сапар көп. Ал енді сондай бір қызықлы һәм мазмұнлы блиц сұрауларға өтсек. Тез һәм аңсатқана бір ғана сөзбен жауап беріп кете берсеңіз болады. Спортпен шұғылдану шарт. Денсаулық үшін һәм өз-өзін тану үшін. Қызлар үшін ұсыныс ететін 3 спорт түрі. Қылышбаздық, теннис, Өзімсіңде. өзінің қызыққан спорт. Өмірде ең ахметлі нәрсе. Инсан кеулі, Жетіскенлік сыры. минет, Сайланды командада болу. Бақыт. күш, Дұрыс айтасыз. Өмірдегі мозаңыз. Спорттағы емес. Өмірде, мәселен, кумирі болады адамның. Мен кішкентайымнан инсанға хәуес етіп, сол менің идеалым еді деп жазайтын. Өмірдегі мозаңыз. Назлымов Владимир Оливерович һәм София Великая. Спортсмендер ғой. Жеңіліс. Тәжірибе, Жақсы көрген рең. ақ, Жақсы көрген ауқат. пельмени, Уақыт. Тезлік десек те болады, иә? Ата-аналар қызларын спортпенен шұғылдандыруы керек. Себебі денсаулыққа пайдалы, өз-өзін тануына һәм келешекте өзінің орнын тауып кете алу. Қандайдыр кәсіптің маманы болу. осы сәубетіміз давамында өміріңіздегі сол бір мазмұнлы, мазалы, ащысы, дұшысымен бөлістіңіз. Ал енді жастарға айтатын қандай мотивациялық сөздеріңіз бар? Жастарға, Өзіңіздің замаластарыңызға. заманластарға сол әрдайымғыдай тоқтап қалмау. Қиыншылыққа қарамай, ешқандай қиыншылыққа қарамай тоқтап қалмау, тек алдыға ілгерлеу һәм өмірде өзінің орнын таба білу. Мен жұмақлауға асығып кетіппін. Менде бір сұрау бар да, жаңа 10 жылдан кейінгі Зайнап қандай болады деп сұрау бердім ғой енді. Сол бір 10 жыл арасында енді Құда қаласа, орта жастарға барып қаламыз ғой. Сіз де, біз де, оның арасында тұрмыс бар ма өзі? Тұрмыс, жеке өмір, тұрмысқа шығу деген нәрселер бар мәселен. Аял қызлар өмірінде ана болу, соларға ітібарыңыз, соларға деген арзуларыңыз қандай? Тұрмысқа шығу, әлбетте мен өзімнің инсанымды таусам. Өзіңіздің инсаныңыз қандай сонда? Өзімнің инсаным мақсеті бар. Ол да сондай характерлі, өзімдей характерлі болса, еш нәрсеге қарамастан ақырын шеген бара алатұғын, өзінің характерін қандайдыр көрсете алатұғын болса, һәм бір қарсы болмастан менің спортыма, бір нәрсені бастасам оған қарсы болмастан, давай соны істейміз, давай бірге қыламыз соны, бірге жетістікке ерсеміз деп, оның да мақсетлері бар, арзулары бар,
сол үшін әрекет ететін инсан болу керек деп ойлаймын. Һәм бәрібір кеуіл бір-біріне тура келу керек. Инсан просто тұрмысқа шығу керек екен ғой деп шығып кете берсе де болмайды. Кейінгі инсан бір-бірін түсіну керек, жақсы көру керек та. Жақсы көрместен тұрмыс құрса, ол бәрібір бір күн келіп бұзылуы мүмкін. Соның үшін менің инсаным мақсеті бар, бірге алдыға талпынатұғын, кеуіліміз бір-бірінен жай табатұғын, қиын уақытта да, қуанышлы күндерде де бірге болып, бірге қартаятұғындай инсан болса, инсан болса. Әлбетте. Сол бір жыллар қашан, мәселен, өзіңіздің ойлаған уақытларыңыз болады ғой? Мәселен, мен кішкентайымнан 25 жаста тұрмыс құраман деп арзу ететін едім да, ниет ететін едім. Ал сізде сол арзу қандай? Мен жас шектеу қоймағанмын. Қашан өзімнің инсанымды таусам, осы менің инсаным, мен осы инсанменен бақытлы бола аламын, бақытымды бөлісе аламын, бірге бақытлы боламыз деген ой келсе, пікір келсе, сол уақытта ешқандай мына жаста деген әзірше мақсетлер жоқ. Сол өзімнің инсанымды қашан таусам, сол кезде. Әлбетте, несіп еткен күн. Рахмет, ажайып һәм мазмұнлы сәубетіңіз үшін, беріп отырған мотивацияңыз үшін. Тек қана мотивация берің, мотивациялық сөздер айтың, сол сөзіміз жұмағында дегенде емес, әлбетте, әрбір инсанның естіп отырған болсаңыз, гәплерінен мотивация алсақ болады. Себебі жоғарыда айтып өттіңіз, менің бұл жетіскенкілерім еле менің ерістім деген нәрселерім емес, еле алдымда көп нәрсе деп не. Ал бақылап отырған адамлардың айрымлары айтуы мүмкін, сонша затқа ерсі енді, және неге ерседі екен деп не. Әлбетте, әрбір алдыға, келешекке үлкен мақсетлер қойған инсанның келешегі үлкен һәм арзулары да соған жараса үлкен болады. Уақытыңызды ажыратып, ітібар беріп келгеніңіз үшін сізге үлкен рахмет. Құдай қаласа сізден енді тұрмысқа шыққаныңыздан кейін тұрмыс сезімдеріңізді білу үшін қызларменен осы Күнде лайк подкастының ажайып ықыласпенлерімен бөлісу үшін және шақырамыз. Әлбетте 2028 жыл олимпиадаларда жеңіске ерісу бұйырсын. Һәм тез келіп тұр. Рахмет көп, құрмет қылып, шақырып, осындай қызықлы, бір-біріне қызықлы сұрауларды беріп, өміріменен қызыққаныңыз үшін үлкен рахмет. Сіздің де осы Күнде лайк подкастына аумет тілеймен. Баршаға рахмет. Сізге де, өміріңізде де, перзенттеріңізге де Құдай қаласа аумет, бақыт тілеймен. Рахмет, менің де қызларым сізде спортшы болсын. Иншалла. Әлбетте, бұл Күнде лайк подкасты еді. YouTube тармағымызға һәм Instagram, социал тармақтарымызға ағза болың, Күнде лайк басың.